Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін денедегі үш нүктені уқалау арқылы біраз аурудан айығудың жолын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп лайк басуды ұмытпаңыздар. Уқалау бағзы заманның емі деп қарайтындар көп. Алайда уқалау әдісімен бір емес бірнеше дертке дауа табатынымыз анық. Жалпы алғанда адам ағзасында 365 нүкте және 12 негізгі меридиан бар. Ал біз бүгін соның маңызды деген үшеуіне тоқталамыз. Бірінші, Цу Санли нүктесі. Бұл нүктені қытайлар ұзақ өмір нүктесі, ал Жапонияда жүз аурудың нүктесі деп атайды. Осындай кереметке ие нүктені қалай табамыз? Цу Санли нүктесі тізенің астында орналасқан. Оны табу үшін тізеңізді алақаныңызбен жабыңыз. Сонда кішкентай саусақпен сақина саусақтарының ұштары арасында орналасқан нүктені табасыз. Цу Санли нүктесі дененің төменгі жағында орналасқан ағзалардың саулығына жауап береді. Аталған нүктені уқалау арқылы жұлын, асқазан ішек жолдары, жыныс жолдары, ықылық, іш қату, гастрит, шыжың, бауыр мен бауыр жетімсіздік ауруларын емдейсіз. Ал егер аталған массажды түнгі ұйқыға жатар кезде жүргізетін болсаңыз, онда артық салмақтан арылуға да көмегі тиеді. Бір апта үзбей емді жүргізсеңіз, 400-500 грамм майдан арыласыз. Емделу мерзімін 8 күнге дейін жалғастырыңыз. Екінші нүкте, Хэгу нүктесі. Қолдың сырт жағында бас бармақ пен сұқ-сұқтың арасындағы шұңқырда орналасқан. Шығыс медицинасында бұл нүктені жедел жәрдем деп атайды. Хэгу нүктесі тоқ ішектің меридианында орналасқан. Ол осы маңызды ағза сияқты бүкіл денеге жағымды әсер етеді. Осы нүктені уқалау арқылы тұмау, қыжыл, жүрек айну, әлсіздік, бас, тіс, іш, мұрын, құлақ, көз, асқазан ауруларынан да құтыласыз. Аталған аурудың белгілері біліне басталысымен-ақ нүктені уқаласаңыз, 2 минуттан соң ауру басылып, өзіңізді жайлы сезінесіз. Емді 1 минут оң қолыңызға, сосын сол қолыңызға жүргізіңіз. Үшінші нүкте, Юнь Цуан нүктесі. Жастықпен ұзақ өмір сүрудің кепілі аталған үшінші нүкте аяқта орналасқан. Оны табу үшін саусақтарыңыздың бәрін қысыңыз. Аяғыңызда шұңқыр пайда болады. Міне осы жерден нүктенің көзін табуға болады. Юнь Цуан нүктесін уқалау арқылы ентігу, жөтел, жүрек қағысының әлсіздігі, іш өту, сарғаю, қант диабеті, шыжыңдық немесе несеп шығара алмау секілді ауруларын емдей аласыз. Сонымен қатар естен танғанда, шок алғанда, сіңір тартылғанда және қояншық ауруларына аяқты уқалау арқылы ем алуға болады. Аталған үш нүктені уқалап, бойыңызды дендеген дерттен біржола құтылыңыз. Достар, осымен видеоның соңына да келіп жеттік. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.